Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Назгүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай қаймақты соустағы макарондарымызды дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойуды ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді ұсақтап турап аламыз. Тавамызға майымызды салып, жақсылап қыздырып аламыз. Сонан соң қызып тұрған майымызға жаңағы ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Сонан соң көкөністерімізді, яғни пияз бен сәбізімізді салып, жақсылап оны да қосып қуырып аламыз. Қазанымызға су құйып, тамағымызды араластырып, қақпағын жауып, жай отта етіміз жұмсарғанша күтеміз. Мінекей арадан жарты сағаттай өткен соң етіміз жұмсарып дайын болып қалды. Осы сәтте сарымсағымызды ұсақтап турап, салып араластырып аламыз. Онан соң дәміне қарай 3 немесе 4 ас қасық қою қаймағымызды салып, тамағымызды тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, етке соустың дәмі сіңгенше 5-10 минуттай ұстаймыз. Онан соң тамағымыздың дәмін қарап, дәміне қарай жетпеген жеріне тұз, бұрыш сияқты әртүрлі дәмдеуіштерді салып, дәмін келтіріп аламыз. Енді қалаған формадағы макарон немесе спагетти, өзіңіз қалаған гарниріңізді салып, араластырып, су құйып, қақпағын жауып, бұқтырып аламыз. Макаронымыз піскеннен соң соусымыз қою болу үшін 1 ас қасық ұн салып араластырып аламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Қою қаймақты соустағы макарондарымыз күнделікті жеп жүрген макарондарымыздан жалыққан кезде өте керемет үйлесімді дәмде, жақындарыңызды қуантары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.